Ойлашы, әлемде қанша жүзеге аспаған идеялар бар. Адамдарға бар болғаны қазірден бастау керек. Бірақ оның орнына біз нені жиі көреміз? Ештеңе істемеу, сенімсіздік, қорқыныш және көптеген сылтаулар. Неге? Өз идеяларымызды жүзеге асыру үшін мүмкіндікті қолданудың орнына ештеңе істемеу үшін әртүрлі сылтау ойлап табамыз. Ешқашан біз ойлағандай болмайды. Егер сылтау айтуды тоқтатпасақ, барлығын шешіп, конкретно істеудің орнына уақыт жоқ деп өзімізді алдаймыз. Бұл сылтау жиі кездеседі. Шын мәнінде біздің уақытымыз бар. Бірақ істегендеріміздің нәтижесі біз үшін қатты важны емес. Неге сен азанда жаттығу жасағың келмейді? Уақытым жоқ, жұмысқа баруым керек. Неге сен кешке пайдалы кітаптар оқымайсың? Уақытым жоқ, жұмыстан кеш келем. Шаршаймын. Көп естілетін сөздер, солай емес пе? Бірақ біздің уақытымыз бар. Азанда тұрып, Инстаграм көріп, сотка қарайтын. 15-20 минутымызды өткізіп. Біздің уақытымыз бар. Кешке келіп, сериал қарайтын. Біздің уақытымыз бар. Пайдасы жоқ нәрселермен айналысуға. Уақытымызды дұрыс пайдаланып, жоспар құра білейік. Өйткені өмір тым қысқа.